Жарайды, отыра беріңдер. Жақсы. Балалар, алдымен сабақты бастамас бұрын, кәні біздің қағидамыз балалар, сабақта ең бірінші тәртіп, тыныштық. Сосын өз білімдеріңді көрсету. Балалар, сабақты бастамас бұрын, ең бірінші өткен үй тапсырмасын қайталап аламыз, ең бірінші. Қазір мен мына жерде допты қағып ал әдісімен допты берем сендерге, сол арқылы сұрақ қоям, сендер өткен үй тапсырмасын қайталап жауап бересіңдер. Ортаға тастасам да болады еді. Қазір металдар табиғатта қандай күйде кездеседі дейді? Тас күйде кездеседі. Қаттырақ дауысыңды. Металдар, толық айтамыз. Металдар ең басында табиғи күйде тас күйінде пайда болады. Оны балқытып, одан темір, және де басқа да заттар жасайды. Мысалы, алюмин, мыс, күміс, қара темір жасалады екен. Жарайсыңдар. Келісесіңдер ма балалар? Келесі. Домна пеші дегеніне қызметі қандай дейді ал? Өткен тапсырма бойынша. Жадыра жауап бересің ба? Домна пеші дегеніміз ол заттарды... Даусыңды қаттырақ шығарасың. Домна пеші дегеніміз ол заттарды, мысалға, темірлерді балқытатын арнайы пеш. Домна пеші дегенге жауап беріп жатыр. Өткен үй тапсырмасы бойынша. Дұрыс па балалар? Градусы 1500-ден көп дейді. Жауап бересіңдер. Білсеңдер жауап бересіңдер. Полиметалл кені дегеніміз не? Полиметалл кені. Кім жауап береді? Алсын ба? Үй тапсырмасы ғой? Бұқандан металл бөліп алуға болатын кенді полиметалл деп атаймыз. Яғни сонда полиметалл дегеніміз құрамда металл бөлінетін зат. Дұрыс па балалар? Металдардың қандай түрлерін атай аласыңдар? Бұл қара металл дегеніміз не осы тақырып бойынша? Басқа. Ал Дидар. Темір тас ол деген қара металл алатын шикі зат. Қара металл, күміс металл, алтын металл, тағы да басқа өте көп металдар бар. Ол металдарды балқытып содан кейін жасаған кезінде одан түрлі заттар да көптеген заттар немесе құрылғылар жасайды. Сол металдың түрлері өте көп. Жарайсың. Балалар, бұл өткен үй тапсырмасы бойынша қайталау болатын. Бәріміз тыңдап отырмыз ба? Енді мен сендерге бағалауды айтып жіберейін. Балалар, мына жерде өзін-өзі бағалау парағы, міне, өздерінің аты жөндерін жазасыңдар, сосын мынаны фломастер болсын, ручкаменен жазасыңдар да кейіннен өшіріп тастауға болады. Бірінші тапсырма бойынша әр жаңағы сабаққа қатысып отырасыңдар ғой, сол кезде мына тапсырманы орындадың. Жаңағы балмен белгілеп отырасыңдар. 2 бал ма, мысалы, 2 бал деп. Және мына жерге есімдерін жазасыңдар. Сонымен қатар бұл жерде кері байланыста мына жерде берілген. Яғни жасыл түс, дөңгелек пішіндес, сары және қызыл түс. Жасыл түс білесіңдер, түсіндім, түсінбедім, түсінікті болды, немесе сұрағым бар деп жауап бересіңдер. Мынаны қазір сендер таратып алыңдар, мына жаққа да берейін. Жетпей жатса айтасыңдар балалар. Жетпей жатса айтасыңдар. Берік әдісі. Балалар, бәріміз мұқият қараймыз тақтаға. Енді сендер берілген әріптер арасынан мағыналы сөздерді тауып тақырыпты шығаруларың керек. Қарасаңдар, мұқият қарасаңдар, сендер сөздер жасырылған. Қараңдар, көрініп тұр ма? Өшіп тұр. Қандай сөздер? Бас емес, дұрыстап қараңдар. Мұқият қараңдар балалар. Жоқ, мынаның арасын
Жоқ, мынаның арасында дұрыс сөздер жасырылған, бірақ көптеген сендерді шатастырған ғой. Металдар қандай болады деген. Я сендерге көп сөз берілген, шатастырып берілген. Осы жерден сендерге айтып тұрмын, дұрыс сөздерді табыңдар деп. Сонымен металдар қандай болады деген. Яғни балалар, бұл біздің бүгінгі өтетін жаңа сабағымыз. Металдар қандай болады дейді. Енді балалар, бұл жерде біз қазір оқулықтарымды да ашып қойыңдар. Металдар қандай болады? Біздің енді бұл жерде сабақ мақсаты кім оқиды? Іңкәр оқшы мына жерде. Даусыңды шығар. Танысасың. Яғни түсті металдардың түрлерімен танысасың, олардың таралу аймақтарын анықтайсың. Яғни сабақтың мақсаты балалар. Енді әрі қарай оқулықпен жұмыс болғанда мына жерде сөздік жұмысын жазасыңдар, мына жерде көрініп тұр ғой. Түсті металл, бағалы металл және жеңіл металл деп жазып аласыңдар. Дәптерлерің бар ғой бәрінде? Соған. Ол оқулықпен жұмыс. Балалар, не көріп тұрсыңдар? Металл көріп тұрсыңдар ма? Иә. Қараңдаршы балалар, мына суретке қараңдар. Мына жерде балалар жеңімпаздарды марапаттау кезінде мына медалдардың орны ауысып кеткен. Бәрі сақтаға қараймыз. Марапаттау кезінде медалдардың орны ауысып кеткен. Қараңдар. Кім байқап отыр? Иә. Медалдардың қалай ауысып кеткен? Кім түсіндіріп бере алады? Ал, Мәди. Екінші орынды бірінші орынмен ауыстырамыз, және де сосын үшінші орынды күміспен ауыстырамыз. Дұрыс па балалар? Сендерге қалай көрініп тұр? Орындар ауысып кеткен жалпы. Бірінші, екінші, үшінші орын дейді. Мына жақта 3 медал берілген, 3 жеңімпазға. Енді осы жерде бірақ ауысып кеткен медалдардың орны ауысқан. Күміспен дұрыс па сендер? Мәди айтып жатыр. Дұрыс емес дейді. Одан кейін мен қол көтереміз. Әр жерде жұмамаймыз. Ал Мағжан орнымыздан тұрамыз. екінші орын мен үшінші орынды бір-бірінен алмастырамыз. Екінші орын мен үшінші орынның орны ауысып кеткен ба сонда? Иә. Дұрыс па? Мәди қателесті. Мағжан дұрысын тапты, жарайсыңдар. Енді осы жерде балалар қараңдаршы, мен сендерге мынандай медал алып келіп отырмын. Бұл не себептен алып келіп отырмын? Және бұл қандай неше түсте көріп тұрсыздар? Бәрі бірдей ма немесе? Иә, ал мына медалға қарай. Қандай? Енді біздің мынау сабағымызға байланысты болып тұр ғой. Жаңа металл деп жатырмыз. Енді мынау осы медалда мынау немен жасалып тұр? Алтын. Мынау біз жаңағы айырамыз бір-бірінен. Түсіне қарай жаңа айтып отырмыз ғой өзіміз. Мынаны алтын дедік ал. Ал онан кейін мынау қола. Дұрыс па? Мынаны күміс дейміз. Сонда біздің жаңағы металдар қандай болады деп айтып отырғанда көрдіңдер ма? Жаңа айтып отыр ғой. Осы медалдарды да осы металдардың несінен түрінен жасайды екен. Жаңағы оқулықпен енді қарадыңдар ма? Сөздік жұмысын жаздыңдар ма? Түсті металл дейді. Бағалы металл бәрімізде оқулықпен дәптеріміз бар, ашамыз. Және жеңіл металл. Балалар енді кітапқа қараймыз. 36-шы бетте жұмбақ жасыру дейді. Жұмбақ жасыру. Айсамал оқып жіберші. Жұмбақ жасыру дейді, берілген. Лебедева негізгі әшекей бұйым
туралы жұмбақ жасалғысы келді. Ол жұмбағында әшекей зат жасайтын металдардың қасиеттерін сипаттау үшін қандай сөздерді қолдану мүмкін? Әшекей жасағанда металдың қандай қасиеттері ескеріледі? Енді балалар, кітапқа қарадық па бәріміз? Жұмбақ жасыру дейді, бұл бәрі не? Енді Эврика Негешке не істеді дейді? Жұмбақ жасырды. Сонымен әшекей бұйым туралы жасырғысы келді. Әрі қарай сосын ол жұмбағында әшекей зат жасайтын металдардың қасиеттерін сипаттау үшін дейді. Енді сендерге айтады, әшекей жасағанда металдың қандай қасиеттері бар? Келесі деп ал. Жауап берейік сол бойынша. Жаңағы осының алдындағы мынау. Жаңағы айтып отырған міне әшекейлер. Қараңдар. Әшекей, яғни кенді пайдалы қазбалардан дейді балалар. Міне, жаңағы Эвриканың Негешке жасырып отырғаны осы бойынша. Кенді пайдалы қазбалардан балалар түсті металдар алынады екен. Түсті металдардың түрі көп екен. Оның ішінде қорғасын, мыс, мырыш сияқты металдар ауыр металдар деп аталады екен балалар. Ал енді алюминий, титан, магний бұл жеңіл металдар. Олардан электр өткізгіш сым, тұрмыстық ыдыс-аяқ, мәшине дискісі жасалады. Ал енді алтын, күміс сияқты бағалы металдардан балалар әшекей бұйым жасайды екен. Жаңағы көріп отырсыңдар ғой. Негештің Эврикаға жасаған сонда не деген сұрақ қойып тұр? Әшекей жасағанда металдың қандай қасиеттері? Енді сендерге сұрақ осы әшекей бұйымды жасағанда осы металдардың қандай қасиеттерін пайдаланады дейді. Міне көріп отырсыңдар ма? Мына түрлі қазіргі жаңағы анамыздың, жаңағы әпке-сіңілі қыздардың тағып жүрген әшекей бұйымдары осы жаңағы бағалы металдардан жасалады екен. Енді оның қандай қасиеттері дейді сендерге. Айта ғой. Ол әшекейлер біріншіден сынбайды, қисаймайды. Олар өйткені өте қатты болып жасалған. Олар сынбай, және ескірмей, кірлемей, және олар жеңіл және ауыр болып екіге бөлінеді. Жеңіл және ауыр, және де өзінің мықтылығымен, беріктігімен екен. Көрдіңдер ме жаңағы алтын, күміс дейді. Енді біз негізінде жоғары біз алтынды бағалаймыз, алтын күмістен кішкене қымбаттау болады. Енді балалар, әрі қарай мәтінмен жұмыс қазір әр топтан бір-бір мына кітап бойынша, оқулық бойынша мәтінді оқып шығамыз. Мына жерде оқышы. Амина оқышы. Кенді пайдалы. Бәріміз оқулыққа қараймыз. Мәтінмен жұмыс кәдімгі берілген бойынша тапсырманы оқисыңдар. Кенді пайдалы қазбаларды деп аталады. Жезден жасалған сымдарды электрлік және радиотехникалық құралдарда қолданады. Балалар, түсті металдардың қоспалары болады дейді. Жаңағы металдарды айтып отырмыз. Бұл жерде мыс пен мырыштың қоспасы балалар жез деп аталады екен. Яғни жезден жасалған сымдарды электрлік және радиотехникалық жаңағы құралдарда пайдаланып, осындай қолданылады екен. Енді ары қарай балалар мына жерде қазір енді балалар бұл зерттеу жұмысы бойынша бір мәлімет берейік. Шуламаймыз тек. Көрдіңдер ма? Мен сендердің алдарына әртүрлі заттар қойып жатырмын. Бір топқа алюминий берсем, бір топқа күйреш беріп жатырмын. Жаңа берген шеге беріп, тағы не беріп? Шеге беріп. Балалар барма сендерде ма? Түрлі сендерге. Ал балалар қараймыз. Қандай металл магнитке тартылмайды дейді. Сендер не істедіңдер ал? Қалай жасадыңдар? Сендерге берілді. Қағаз қыстырғыш берілді. Қанекей ортадан біреуі
Айтсаңдар болды, біз алып бала тыңдаймыз. Теміртау, Астана, Даусың шығар. Айбыз, Аяқ, Айдарлы деген жерлер екен. Жарайсыңдар. Келесі бір топтар. Кел, Ердәулет. Бұлай қарап тұр. Сен отыра берсің. Келесі сен. Темір кені. Ердәулет темір кені іздеп жатыр. Мына арнайы шартты белгісі тұр. Балалар, тақтаға қараймыз, Мағжан. Қай жер атын атап? Соколов, Сарыбай, Исаков. Соколов, Сарыбай ол жа алтын ғой. Исаков, тағы қай жер? Сосын тағы қай жерлер? Міне жерде. Атын айтшы көрсің ма? Жайрам дейді. Бұл Жайрам деген орталық дейді. Қараған, жезқазған. Атын айта бер, даусың шығарып тұр, Ердәулет балалар тыңдап отыр. Тағы қай жерлерде бар екен? Жарайды. Жаңағы Жайрам деген жерден таптың, аз алтын сияқты емес екен. Алтынды көп жерде өндіреді, жаңағы жезқазғандай. Жарайсың. Балалар, біз картамен таныстық, яғни Қазақстанда өндірілетін кен орындары, түсті металлургия өнетін жер, сондай осы карта бойынша таныстық. Енді түсті металдардың таралу аймағын анықта дейді. Мен бұл жерде жұптық жұмыс балалар, мына берілген қағаздарда кенді пайдалы қазбалар жасырылған, сосын оның атын, шартты белгісін, таралу аймағын. Келесі дейтін несі? Сұрағы. Бұдан кейін. Бос орындарға пайдалы қазбалы атауын жазып, немесе шартты белгісінің суретін саласындар балалар. Міне сендерге сұрақ. Бұл жұптасып орындайсыңдар. Ешкім қалыс қалмау керек. Мына бос берілген кестеге жұптық қой, сен екеуің ғой. жаза бересіңдер. Құламайсыңдер болады, үш болады. Бұл де жетпей қалды. Айбек, сабаққа қосыламыз. Неге Рамазан, кітаптан қарағанда. Балалар, сендерге сұрақ, мына кесте, бос кестеге пайдалы қазба атауын жазасыңдар және шартты белгісінің суретін салып, ол жердің жаңағы таралу аймағы жазасыңдар. Сұрақ сендерге. Burası yeşil olacak o. Nasıl yenildi? Belgisin salasınlar, belgisin. Kara yetim, kay kalada ormalasına karalı ayman deydi. Karalı ayman aykalar ve Balkaş Nalkitan'ın şartlı belgisi soltüstük Kazakistan, Шығыс Kazakistan. Таралу аймағы дейді. Аты алтын. Алтын, кеннің аты. Кенді пайдалы қазба, алтын аты. Белгісі шеңбер және ақ
дөңгелек берілген аха. Таралу аймағы солтүстік Қазақстан, Василий. Балалар тыңдаймыз. Даусың шығарып тұр. Металл деген мысалы Жоқ, магнит айтсайшы, магнит тартылып жатыр. Не тарттың сен? Шеге тарттың. Балалар магнитке жұбаныш шегені әкеліп жақындатып еді. Не істеді магнит? Өзіне тартып алды. Одан кейін қағаз қыстырғыш. Ол да тартылды. Тиын тартылды. Шеге де тартылды. Және мынау білезік тартылды ма? Білезік тартылыпты міне. Қараңдар. Ал сендерде алюминий тартылды ма сендерде? Орнынан тұрып Маржан айтшы. Балалар тыңдаймыз. алюминий магнитке тартылған жоқ. Алюминий беріліпті Мағжандарға. Алюминийді Мағжан неге магнитке тартып еді? Қалай болды? Сонымен алюминий тартыла ма магнитке? Тартылмайды. Сендерде? Шеге және осындай мына жағында да маскеті болады. Онда Тыңдаймыз. Бұның магниті өте аз болғандықтан бұл жан жабысып тұра алмайды. Және осындай магнит, кішкентай магнит, ол таза магнитке, өйткені ол ауыр заттарды да өзіне тартып тұра алады. Сендерде жарайсыңдар балалар? Балалар Ал sonra яғни пластмасқа басқа заттар ол магнит неге тартпады. Яғни сыныбындағы ғажайып ол тек темір заттарды алады. Сонда магнит өзіне темір заттарды тарта алады екен. Ал Мағжанда оларға алюминий берілді, алюминий тартылған жоқ. Сонда жеңіл заттар тартылмай тұр екен. Қара металлургия тұр мына жерде. Қай жерлерде екен? Енді қарашы. Ақтөбеде. Қара металлургияның өндірілетін жерлерін айтып жатыр інжу. Қараймыз. Сосын тағы қай жерлерде? Теміртауда. Көрсете ғой картадан. Абайда. Екібастұзда дейді. Сосын тағы? Дәл сол тағы. Енді балалар, ал енді сен інжу топқа қарап айтамын. Бәріміз қараймыз балалар. Сен осы қара металлургия деп отырмыз ғой, сен айтып отырсың жаңа Ақтөбе. Енді осыны қалай тауып отырсың? Ол жерде орналасқанын. Не арқылы? Арнайы шартты белгілері мінекей көрдіңдер ма? Арнайы шартты белгілер берген. Тағы кім? Алтынды өндіретін жер. Кімнен басқа? Назым. Дидарымнан басқа адам бар ма? Мына қатардан келем. Кел жасан. Қолын көтеріп келем. Балалар тыңдап отырамыз. Ал сен алтынның картадан көрсетші. Картадан көрсете ғой. Алтын. Бақыршық деген жерде алтын өндіретін жер. Сосын тағы? Жолымбет деген жер екен. Қай жерлер екен? Қай қала екен? Екібастұздың дейді. Екібастұздың. Қай жерде? Дұрыс. Соколов, Сарыбай. Алтын өндіретін жерді айтып жатыр балалар. Тағы да. Бар ма? Жерде Ақбақай дейді. Мына жерді айттым. Өскеменде бар екен. Мінекей. Өскеменде бар екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі топтан. Кім бастады? Нади? Келесі. Сен Мыскенін тауып беру. Мына қыз алдыға тұр, кішкене алдыға тұр, осылай. Мыскені. Нені ала ғой болған. Белгі бойынша тауып тұрсың. Мыскені қай жерде өндіріледі екен Қазақстанның? Мыскені. Балалар
Назым. Қалалардың атын айта қой. Балалар тыңдап отыр. Қоясыңдар ма? Kendi faydalı kazma. Аты марганец, шартты белгілері, шаралу аймағы, жезқазған, балқаш. Балалар, сендер өздерің жауабын өздерің таптыңдар. Енді сендер тексердіңдер ма? Дұрыс па? Қателескен жерлерің бар ма? Дәл сондай қылып жасадыңдар ма? Енді сендерге түсінікті болу үшін мергендікке тақтаға барлығына көрсетіп, жаңағы қаралатын жері аты және шартты белгісімен көрсетіп шықты мерген. Енді соңғы тапсырма балалар мына жерде ардығын тап деген ойын. Бәріне де берем қазір мен орнына. Сосын қазір мына жерден артық берілген қазбаларды немесе осы жаңағы түсті металдарды алып тастайсыңдар. Сосын тақтаға дұрыс жауабы шығады. Келісім аяламен мына жерде артығын тап ойды дейді. Бұл жерде кеше оқытқан дұрыс жауабын қазір тақтада көрсетіледі. Артығын тап ойды жаңғыш пайдалы қазба дейді. Яғни бұл жерде артығын сіз тастайсыңдар балалар. Бұл да 1 минут. Дайын болсақ, дайынбыз деп айтыңдар. Ақжан, тыныш. Болды. Бәрінікі бірдей ме? Қазір енді дұрыс жауабын барлығымыз тақтадан сымбаттықымен бәрін тексереміз. Сендерде артығын тап ойыны дейді. Сендер қалай жауап бердіңдер? Жаңғыш пайдалы қазба, кенді пайдалы қазба, кенге жатпайтын пайдалы қазба және жанбайтын пайдалы қазба дейді. Сендер қайсысын алып тастадыңдар осы жерде артық деп? Жанбайтын пайдалы қазба дұрыс па балалар? Одан кейін мынаның бәрін тексеріп алсаңдар. Балалар, енді бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сонымен не болды? Металдар қандай болады? Орныңыздан тұрып, енді біз кері байланыс береміз. Әр топтан бір оқушыдан. Біз металдар қандай болады екенін есімізге сақтадық. Есіңе қалай сақтадың? Қаны балалар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс береміз. Бағалап отырмыз ба? Содан кейін балдарыңды есептеп, баға қойып береміз. Біз бәріміз топ-топпен бір-бірлеп айтып жатырмыз. Металдар қандай болады? Қандай болады екен? Қандай түрімен таныстық металдардың? Алюминий, титан, күміс және алтын. Металдардың түрімен таныстық. Дұрыс. Тағы да қай топтан? Раяна? Магниттердің тек темірге жабысатынын білдік дейді. Одан кейін тағы қай топтан? Кімнің сұрағы бар? Кім кері байланыс береді, балалар? Бізде мына бағалау парағында біздің кері байланысымыз бар. Қолымызда бар, сол жерге сабақта түсінгендерді немесе сұрақ белгісі бар, осы жерге белгілеп қоясыңдар. Енді балалар, үйге тапсырма сендерге. Үйге тапсырма. Металдар қандай болады? 36-37 бетке осы мазмұнда оқып келесіңдер және осы жерде жаңағы әр жерде айтып отырмыз ғой, карта бойынша шартты белгілер бар ғой.
соны жаттап келесіңдер карта бойынша. Естіп тұрсыңдар ма? 36-шы, 37-ші беттен Иданым 36-37-ші бетте үйге мазмұндап келу. Және осы жаңағы металдардың қай қалада орналасады, қай жерде өндірілетіні туралы шартты белгілерін үйден жаттап келеді екенсіздер. Әрі қарай сендердің өздерінің рефлексияларымды түсіндім, түсінбедім сабаққа осыдан мынау жасыл белгісімен бересіңдер. Жасыл белгі. Түсіндім, жасылдар. Балалар сабақ түсінікті болуына сұрақтарын болса сұраңдар. Металл қандай болады деген тақырыпта не түсіндіңдер? Қай жерде түсінбей қалдыңдар? Бар ма? Балалар сабақ аяқталды осымен. Сабақ түсінікті болды ма? Сабақ аяқталды. Жиналып кабинетке бара беріңіз.